Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен Lotte Mart деген торговый центрге келдім. Арнайы жолдасыма трико алайыншы деп. Өйткені интернет арқылы заказ еткен трикосы өзіне жаман, качествосы біртүрлі болып шықты. Сол себепті өзім жаным ашығандықтан өзім алайыншы арнайы сыйлық етіп деп келдім. Lotte Mart'ın ішінде Uniqlo деген японский брендовый отдел бар. Мен көбінесе осы жерден киімдерді аламын. Качествосы өте керемет, бағасы да стандарт болып келеді. Қарап тұрсаңыздар, бұл магазинде кәрістер, клиенттер өзі өте аз, көп болып келмейді. Өйткені кәрістер өте кекшіл болғандықтан ба, баяғы соғыстың кезіндегі жағдайға қарай кәрістер көбінесе Uniqlo'дан киімді алмауға тырысады. Менің жолдасым да үйдегілердің барлығы Uniqlo'дан мүлде киім алмайды. Мен өзім жолдасыммен бірінші келген кезде осы жерге кіріп киім алайыншы дегенде, керек емес, бұл жерден алма деп сондай ұнатпаушылық болған еді Йонгында. Сол бірақтан өзім жалғыз жүрген кезде өзім наоборот осы жерден аламын. Өйткені бұл жердің киімдері өте ешқандай лишний, ешқандай затсыз, жылтырлақсыз, барлығы стандарт, классика, барлық адамдардың көңілінен шығатындай киім, ешқандай лишний еш нәрсесі болмағандықтан маған өте қатты ұнайды. Және де мен бұл жерден баяғыда бір трико алған едім. Мен онша качествосына қатты көңіл бөлмейтін едім. Мына трикомды өзі жұмыста әлі киіп жүрмін да. Бір гүлденбеген да, созылмаған да, качествосы жап-жақсы ақ болып тұр осы уақытқа дейін. Lotte Mart'ın детский отделында осындай жақсы триколар сатылады. В основном осы детский отделдан аламын. Бұл жерде подростки, детский размерлері бар. Но детский деп айтпайсың, нормально, качествосы да Йонгының вкусындағыдай. Бұл бірінші емес, екінші триком алып жатқан. Соның стиліндегі трико болғандықтан алдым осыны. Балалардың ойыншық отделына келдік. Бұл жерде ойыншықтардың бағасы өте қымбат. Қымбат болғанда енді арзанға да табуға болады. Ару-арман келсе бастары айналып қалады. Осы жерге я стараюсь осы жерге алып келмеуге. Міне мен студия AG деген осы жерден мен в основном өзіме киімді аламын. Киім жаздық көйлектердің барлығын осы магазиннен алған болатынмын. Бағасы стандарт, нормально, 50 000 вон. Это примерно біздің Қазақстанның ақшасымен 25 000 ба, 20 000 теңге ма, сондай. Мына жерде жаңа жылдың елкалары барлық, ағаштар, елкалар сатылып жатыр. Бағалары 50 000 воннан басталады, 30 000 вон, 50 000 вон. Өте әдемі магазин. Сол сіздерге бір түсіріп қояйыншы, жаңа жылдың көңілін көтерсін деп. Ал енді мен үйге қайттым, алатын заттардың барлығын алдым. Қазір енді таксимен үйге қайтайын деп жатырмын. Йонгын өзі менің алған сыйлығыма онша қатты реакция бермейді. Барлық эмоциясы ішінде сақталатын шығар. Білмеймін оның не ойлап жатқанын, бірақтан мен қанша оған ренжіп, жыным келсе де, осылай бір зат киім алып қоямын. Уже қанша нәрсе алдым, соның барлығын жап-жақсы киіп жатыр. Соған өзім қатты қуанамын, менің алған заттарымда жақсы кигенге. Солай достар, сау болыңыздар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Алда видеолар дұрыс түсіруге тырысамын.